Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай дәмді, керемет болып шығатын, ыстық, жұп-жұмсақ болып шығатын картоптан жасалынған пирожкиді жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады, және де жылы су, жылы айран, сұйық май қажет, және қант қажет болады, аштықы және тұз қажет болады. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп алдық. Енді осы ұнымызға қантымызды саламыз, және де тұзды салып, және аштығымызды саламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, жылы айранымызды құямыз, және де жылы сумен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей достар, біз жұмсақ қамырымызды илеп алдық. Өте жұмсақ қамыр болып иленді. Енді осы қамырымыздың үстінен салафанмен жауып қоямыз. Кем дегенде жарты сағат көлемінде жылы жерге қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді, өте үлкен болып, жұп-жұмсақ болып көтеріліп шықты. Қамырымыз көтерілімге дейін мен картопты асып алдым, және де тұз бұрышын қосып, осылай пюре ұқсатып жасап алдым. Енді қамырларымызды бірнеше бөліктерге осы видеода көрсетілгендей қылып бөліп аламыз. Одан кейін қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып, арасына картоптарымызды салатын боламыз. Және де видеода көрсетілгендей қылып түйсеңіздер болады. Достар, осы видеода көрсетілгендей қылып барлық пирожкиларымызды жасап аламыз. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда талай-талай жақсы рецепттер шығатын болады. Мінекей достар, біз бірнеше пирожкиларымызды жасап алдық. Енді қызып тұрған майға пирожкиларымыздың екі бетін қызартып қуырып аламыз. Ал достар, біздің пирожкиларымыз дайын болды. Барлығын осылай қуырып аламыз. Өте ыстық, дәмді болып шығады. Өте керемет. Мінекей видеода көрсетілгендей араларының барлығы піскен. Арасындағы картопты молынан қосыңыздар. Сол кезде дәмді болып шығады. Осындай сүтпен, қою шаймен пирожки жесеңіздер өте керемет үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер, және де барлықтарыңызға ас болсын.